Қазақмыстың биылғы жылдың бірінші жартысындағы өндірістік көрсеткіштері компанияның жылдық жоспарына сәйкес келеді. Қаржылық нәтижелері болса, металл бағасына және өндірістің өзіндік құнының артуына тікелей байланысты. Бұл туралы Лондонда сарапшыларды компания қол жеткізген қаржылық көрсеткіштермен таныстыру барысында мәлім болды. Осы жылдың бірінші жартысында Қазақмыс барлық негізгі металдар бойынша өндіріс көлемін арттырды. Ал әлемдік өнеркәсіптік қызметтің қысқаруына байланысты мыс бағасы арзандады. Бірақ мысқа деген сұраныс бұрынғы қалпында сақталып келеді. Осы жарты жылда 38 мың тонна мыс өнімдері сатылды. Өз кезегінде бұл металл бағасының төмендеуінен келген шығынды жауып, мыс сатудан түскен табысты $1,5 миллиард арттыруға мүмкіндік берді. 1 тонна мыстың орташа бағасы $7,508 жетті. Сату көлемі өндіріс көлемінің артуына және дайын өнімнің қысқаруына байланысты ұлғайтылды. Сонымен қатар Қазақмыстың таза қарызы $1,260 миллион дейін артты. Салыстырып көрсек, 31 желтоқсанда ол $707 миллион болатын. 2013 жылдың екінші жартысында қарыз көлемі тағы да артады деген болжам жасалып отыр. Бұл топтың өндірісті кеңейтуге қарқынды инвестиция салу кезінде ауысуымен тығыз байланысты. Мысалы, Бозшакөл мен Ақтоғайда 2013 жылы $1,200 миллион жұмсау жоспарланған. Жыл соңына қарай компания ENRC жобасындағы өз үлесін сатудан $875 миллион қолма-қол табыс табуды көздеп отыр. Бұл қарызды едәуір азайтуға мүмкіндік береді. Компания басшылығы оңтайландыру бағдарламасы арқылы ақша легімен балансты нығайтпақ.